Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 120-шы сабағымызды бастаймыз. Үшбұрыш, тіктөртбұрыш, шаршының периметрі. Далалы жерге саяхат. Мен фигуралардың периметрін есептеуді үйренемін. Бірінші есеп, суретке қара. Бала не істеп жатыр деп ойлайсың? Қараңыздар, мысалы, ол қазы қақ қойған және оны жіптермен байлап жалғаған екен. Біреуінің ұзындығы 8 метр, келесі 6 метр, 3 метр және 15 метр дейді. Сынық сызықтың ұзындығы дегеніміз оның барлық кесінділердің ұзындығының қосындысы. Тұйықталған сынық сызық өзімен өзі қиылыспай көп бұрыш құрайды. Мысалы, учаскенің периметрін табу үшін мінекей 8 қосылған 6 қосылған 3 қосылған 15 деп жазамыз, барлығы 32 метрге тең. Көп бұрыштың периметрі мінекей П деген атпен жазылады. Бұл тұйықталған сынық сызық ұзындықтарының немесе оның барлық қабырғалар ұзындықтарының қосындысы. Біздер мысалы деген 6 қабырғасы болса, мінекей А, Б, С, Д, Е, Ф деген әріптермен белгілеп, оларды қабырғалардың ұзындықтарын қосамыз. Екінші есеп, тіктөртбұрыштан шаршының периметрін тап. Бұл фигуралардың периметрін қалай әртүрлі есептеуге болатынын түсіндір. Мысалы, бізде ұзындығы 4 см дейді, ені 2 см, периметрін табуымыз керек. Ұзындығы мен енін қосамыз, 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 6 см 2-ге көбейткенде 12 см шығады. Келесі, дәл осы периметр табудың басқа жолы бар. Яғни ұзындығын енін қосқан кезде 12 см шығады. Және тағы бір жолы, ұзындығын 2-ге көбейтеміз, енін 2-ге көбейтеміз. Барлығын есептеп қосқан кезде тағы да бізде 12 см шығып тұр. Жауабы тіктөртбұрыштың периметрі 12 см. Келесі бізде шаршы берілген, оның қабырғасы 2 см, периметрін табудың екі түрлі тәсілі бар. Бұл жерде біздер қабырғаларын жеке-жеке қосамыз, 2 см, 2 см деп бір-біріне қосқан кезде бізде 8 см шығады. Немесе оны бірден табуға болады. Бізде 4 қабырғасы бірдей болғандықтан біз оны бірден 4-ке көбейтеміз. 2 см 4-ке көбейткенде 8 см шығады. Жауабы шаршының периметрі 8 см. Келесі, қараңыздар, мысалы, тіктөртбұрыш берілген, оның ұзындығы және ені бар. Ұзындығы Б дейді, ені А деп тұр. Қараңыздар, оның периметрін табудың, тіктөртбұрыштың периметрін табудың мынандай формулары бар. Ұзындығы қосылған ені қосылған ұзындығы қосылған ені. Немесе ұзындығы мен ені қосып 2-ге көбейтеміз. Және тағы бір формуласы, ұзындығын 2-ге көбейтеміз, енін 2-ге көбейтеміз. Оларды қосамыз. Келесі бізде шаршы берілген, оның 4 қабырғасы бар. А қосылған А, қосылған А, қосылған А. Осы формуласы бар. Немесе 4 қабырғасы бірдей болғандықтан оны 4-ке көбейтіп жібереміз. А көбейтілген 4 деп. Мінекей, осындай екі тәсілі бар. Келесі, үшбұрыштың периметрін табу үшін бізде 3 қабырғасын қосамыз. А қосылған Б, қосылған С дейміз. Үшінші есеп, көп бұрыштардың периметрін тап. Олардың арасында қанша тіктөртбұрыш және шаршы бар? Бізде мінекей, бір шаршы бар және бір тіктөртбұрыш бар. Мінекей, мынау шаршы, ал мынау тіктөртбұрыш. Шаршы мінекей, мынау тіктөртбұрыш. Мысалы, бізде көп бұрыш берілген, оның А қабырғасы 4 см, келесі Б қабырғасы 3 см кетен, С қабырғасы 2 см, Д қабырғасы 3 см. Периметрін табу үшін барлық қабырғаларын қосамыз, 4 см, 3 см, 2 см және 3 см, барлығын қосқан кезде 12 см шығады. Жауабы төртбұрыштың периметрі 12 см. Келесі, бізде үшбұрыш берілген, оның А, Б және С қабырғалары бар. А қабырғасы 6 см, Б қабырғасы 6 см және С қабырғасы 3 см. Барлығын қосқан кезде 15 см шығады. Жауабы үшбұрыштың периметрі 15 см. Келесі бізде шаршы берілген, оның барлық қабырғалары бірдей болады. Қабырғасының ұзындығы 3 см кетен, периметрін табу үшін 3-ті 4-ке көбейтеміз, ол бізде 12 см шығады. Жауабы шаршының периметрі 12 см. Келесі бізде тіктөртбұрыш берілген, оның А қабырғасы, яғни ұзындығы, яғни Б ені, қараңыздар, ұзындығы 4 см, ені 2 см. Ұзындығы мен енін қосамыз, 2-ке көбейтеміз, ол бізде 12 см шығады. Жауабы тіктөртбұрыштың периметрі 12 см. Төртінші есеп, есептерді шығар. А нұсқасы, үшбұрыштың бір қабырғасының ұзындығы 26 см, екінші қабырғасының ұзындығы біріншісінен 15 см ұзын, ал үшінші қабырғасының ұзындығы екіншісінен 28 см қысқа. Үшбұрыштың периметрі неше кетен? Қараңыздар, мысалы, А қабырғасы 26 см кетен, Б қабырғасы белгісіз, бірақ 15 см-ге ұзын дейді. Ал С қабырғасы белгісіз, бірақ ол 28 см-ге қысқа, Б қабырғасына қарағанда. Енді периметрін табуымыз керек. Енді бірінші бізде Б қабырғасын табайық. Ұзын дегесін қосамыз, 26-ға 15 қосқанда 41 см шығады. Келесі, С қабырғасын табу үшін мына жерде қысқа дейді, азайтуымыз керек. 41-ден 28 азайтамыз, ол бізде 13-ке тең болады. Енді периметрін табу үшін мінекей 26 см, 41 см, 13 см барлық қабырғаларын қосамыз, сонда бізде 80 см шығады. Жауабы үшбұрыштың периметрі 80 см.
Келесі ә нұсқасы. Тіктөртбұрыштың бір қабырғасының ұзындығы 9 см, ал басқа қабырғасының ұзындығы одан 3 есе кем дейді. Тіктөртбұрыш қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын тап. Біздер Б қабырғасын табайық. 3 есе кем дейді, 3-ке бөлеміз, 9 3-ке бөлгенде 3 см шығады. Периметрін табу үшін ұзындығы мен ені қосамыз, 2-ке көбейтеміз. 9-ға 3 қосқанда 12, 12-ні 2-ке көбейткенде 24 см шығады. Жауабы тіктөртбұрыш. Қараңыздар қазір. Тіктөртбұрыш. Тіктөртбұрыш қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы 24 см. Б нұсқасы. Тіктөртбұрыш пішінді бөлменің ұзындығы 6 метр, ал ені одан 2 метрге қысқа. Бөлменің периметрін тап. Қараңыздар, ұзындығы 6 метр, ені белгісіз, бірақ 2 метрге қысқа дейді. Периметрін табуымыз керек. 6-дан 2 азайтамыз, 4 метр шығады. Периметрін табу үшін 6-ға 4 қосамыз, 10 болады, 10-ды 2-ке бөлгенде 20 метр шығады. Жауабы бөлменің периметрі 20 метр. 5-ші есеп, есепте дейді. 38 қосылған 29 67-ге тең болады. 39 қосылған 48 87-ге тең болады. 33 қосылған 57 90-ға тең болады. 91 азайтылған 54 37-ге тең болады. 85 азайтылған 37 48-ге тең болады. 84 азайтылған 26 58-ге тең болады. 24 қосылған 66 90-ға тең болады. 45 қосылған 29 74-ке тең болады. 49 қосылған 29 78-ге тең болады. 94 азайтылған 38 56-ға тең болады. 91 азайтылған 48 43-ке тең болады. 95 азайтылған 69 26-ға тең болады. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.